Бәріңізге сәлем достар. Жаңағы видеороликтен кейін екіншісін түсіретін боламыз. Өткен видеода айтып өткенде есікті қалай ашып жабу керек деген үйренетін боламыз. Оған екі әдіспен қолдану керек. Жоқ, үш әдіс. Біріншісі қол, екіншісі есік, үшіншісі күш. Ол үшін есікті ашу үшін есікті өзіңе қарай тартасың, сол кезде ашылады. Ал енді қалай жабу керектігін айтайын. Ол әрине қиын емес. Олай кіресің де есікті тағы да өзіңе тартасың. Ал егер де сен сырттан ішке жапсаң, өзіңе емес, былай сыртқа қарай итересің. Сол кезде есік жабылады. Сендерге көмектестім, есікті аша алмай отқандарға көмектестім деп ойлаймын. Сондықтан қош сау болыңыздар. Келесі видеороликте жолыққанша.